Жеміс-жидектер туралы тақпақтар. Құлпынай. Құлпынай гүл ашыпты, көктем келді алақай. Піссе тез деп асықты, тәтті құмар балақай. Иісі мұрын жарады, жасайды одан әтірде. Жапырағы ем болады, жөтеліп қалған сәтімде. Алма. Айтшы қане алманың, кім ұмытар бал дәмін? Алма жегің келсе егер, бауға бар да талғамын. Қышқылын да аласың, тәттісін де саласың. Жазда алма көп жесең, қыста шымыр боласың. Шие. Моншақтай алқызыл, бұтаққа ілінген, ерекше дәмді бұл, кетпейтін тіліңнен. Жесе де қаншама, шиеге тоймайды, ұшып кеп жан сала, торғайда қоймайды. Қауын. Барсаң сен ауылға, тоясың қауынға, иіскеп аласың, құшақтап бауырға. Күләбі әңгелек, бәрінен дәмдерек, жатады піскенде, бақшада дөңгелеп. Қарбыз. Қауынның сыңары, бал мен қант құрамы, бақшада көктеңбіл, доптай боп тұрады. Хауана мирасы, бар жанның сыйласы, көгенде түйілер, қарбыздың бұйдасы. Шабдалы. Біздің ауыл бағбаны, өсір еді шабдалы. Алмаға ұқсас болғанмен, жұмсақ тәтті бар дәмі. Қауіпсіз демегін, жей көрме дәнегін. Түктері ерніңнің шығарар әлегін. Жүзім. Шоқтанып түзілген, тәтті жоқ жүзімнен. Піскенде балбырап, бұтадан үзілген. Әкеліп жұмақтан, суарған бұлақтан. Мейізі бар үйді періште ұнатқан. Банан. Сары тон киінген, орақтай иілген. Бананның бал дәмі тіліңді үйірген. Қанша той кешінде жегенім есімде. Жейді оны біз түгіл, сүйсініп мешінде. Өрік. Сары өрік, сары бал, талай бала сағынар. Дәмі тіл үйірер, қарасы тағы бар. Қайнатсаң тосабын, аздап қант қосамын. Қысты күні қонақтың алдына тосамын. Ананас. Қауынмен шамалас, суықты қаламас. Қысы жоқ елдерде өседі ананас. Жеңсік ас бәріне, сүйсінер дәміне. Тойларда айналар, дастарқан сәніне. Анар. 300 жыл жасы бар, жеуге жұрт асығар. Ішіне қып-қызыл моншақты жасырар. Пайдасы бар анық, пейіште жаралып. Фатима анамыз сауыққан нәр алып. Алған жұрт тілімді, бұл солай танылды. Сөленен көп ішсең, көбейтер қаныңды. Жаңғақ. Сауыты бар қатты, шұбарлау жарғақты. Ақылды болам деп, көп жеймін жаңғақты. Қарасаң түйіп ой, Құдайдың сыйы ғой. Дәнегі аумаған, адамның миы ғой. Құрма. Құранда айтқан бар затын, шыққан жеміс жұмақтан. Пайдалы, мол жаңғатым, пайғамбарлар ұнатқан. Арыстан бапқа тапсырып, Қожа Ахметке бер деген. Құрмамен келіп жақсылық, мерейі діннің өрлеген. Оразада айналар, дастарқанның сәніне. Тәспі болып байланар, тіске ұқсайтын дәні де. Алмұрт. Қызыл кейде сарғылттым, құмары ауған бар жұрттың. Не жетеді дәміне, ол жыған алмұрттың.
сән берер бағыма, аңсаймыз сағына, көз салсаң ұқсайтын боксшы қабына. Қарақат шырынды жеміс деп жүреді бәрі атап, бауларда өрістеп өседі қарақат. Піскенде баураған дәмімен баланы, қап-қара аумаған адамның жанары. Қияр бүртік-бүртік тәні оның, суда тұрып жаураған, тұз қосқанда дәм оның талай жанды баураған. Шаршағанды тыңайтар, шипа сіңген сөлі көп, дихан атам мұны айтар, дәруменнің кені деп. Асқабақ өнді сулы жерде ерек, топырақты жастап ап, күзге қарай дөңгелеп, пісіп тұрар асқабақ. Көкөністің алыбы, салмағы да зіл батпан, жалтырайды қабығы, жел үрлеген күн қаққан. Еккен оны кенелер, ас ауқатқа құнарлы, асып жесең сен егер, тағам болар бұл ұнамды. Қызанақ жиған шырын осынша, қып-қызыл ғой денесі, қияр менен қосылса, бар салаттың төресі. Бауырындай алманың, бұта жаяр арықта, жасап оның бар қамын, баптаудан сен жалықпа. Еңбекпенен өседі, қызанақта байқап ал, төккен терді еселі, жемісімен қайтарар. Пияз бас сұғар жерге, азық боп елге, пиязда екен, шипа да емде. Аршыған бірақ қалады жылап, тұмау мен жөтел жүреді жырақ. Сәбіз қара жер төсегі, бар оның есебі, сәбізді көп жесең, бойларың өседі. Кіргізер ас дәмін, тояды аш қарын, көрдім мен апамның палауға қосқанын. Картоп білмейтін қай жан бар, бақшада жайған нәр, екінші нан депті, картопты пайғамбар. Пайдасын ел білер, тамаққа өң берер, картоптан қоймалжың, крахмал өндірер. Мінеке балалар, мен сендерге отбасы хрестоматиясы әлдеген эпосқа дейінгі кітабынан осындай жеміс-жидектер, көкөністер туралы тақпақтарды оқып бердім. Мұны сендер жаттап алсаңдар да, әрдайым оқып жүрсеңдер де болады. Менің каналыма тіркеліп, ертегілерді, пайғамбарлар туралы қиссаларды, аңыздарды, өлеңдер мен тақпақтарды оқып жүрсеңдер болады. Ал енді балалар, қош сау болыңдар.